ацидоз, кетоз деген сондай нелердің алдын алады. Бұның құрамында микроорганизмдер бар. Б витамин группасын түзейді. Оңтүстік өңірлерде өте көп гормон қолданып кетті. Бастапқы 1-2 аптада төлдің иммунитеті өте төмен болады, бір қалыпты емес. Семей өңірінен келген адамдар бар, 50% жоғалтқан. Таңертең ол жерге жеткенше ол тұрып ем қойса не болады тамақтаған? Ашқаннан кейін қанша уақыт қолдануға болады оны? Ал енді Нұртай Сапевич, как раз сіз бордақылаумен айналысып жатыр екенсіз. Енді осыған байланысты біздің мынау препаратпен де таныстырып кетейін. Біздің өзімізде шығаратын бұның препараттың аты бентабак деп аталады. Бұның 2 түрі бар. Үй жануарларына арналған, содан кейін құстарға арналған. Мен қазір сіздерге енді үй жануарларына арналған айтып кетейін. Бұл енді ірі қараға да, ұсақ малға да, жылқыға да, түйеге де, шошқаларға да бәріне арналған. Көбінесе ірі қарада көп жаңағы олардың несі 4 камералы болғаннан кейін, жаңағы ас қорыту жүйелері 4 камералы болғаннан кейін, сондықтан көп проблемалы болады күйіс қайтаратындарда. Жаңағы кейде ацидоз, кетоз деген сондай нелердің алдын алады. Бұл құрамы ешқандай гормон жоқ, ешқандай химия жоқ. Бұның құрамы басқа аналогтарға қарағанда премикс деп айтып жатады кейбіреулер. Бұның құрамында микро-макроэлементтер бар. Именно жануарларға қажетті микро-макроэлементтер бар. Содан кейін басқалардан ерекшелігі бұның құрамында микроорганизмдер бар. Ол қандай микроорганизмдер? Мынау сіз жаңа айтып жатсыз, шөп бересіз, сенаж бересіз деп. Оның бәрі ірі сабақты азыққа жатады. Ірі сабақты азықтың көбінесе құрамында целлулоза деген болғаннан кейін ол ыдырамайды, қорытылмайды, сіңімділігі өте төмен. Сондықтан бұның ең басты рөлі сол жаңағы қабықтағы целлулозаны, целлулозалық деген бактериялар бар, солар ыдыратады. Ыдыратады да сіңімділігін арттырады. Сіңімділігін арттырғаннан кейін, енді, конечно, оның бәрі денеге уже жаңағы қоректік ретінде барады. Сондықтан сол арқылы жаңағы қосымша привес береді. Екіншісі, жаңа микроорганизмдер тағы бір оның ерекшелігі Б витамин группасын түзейді. Соның синтезін арттырады. Ал группа Б витамині өзіңізге бәрімізге мәлім, жаңа иммундық системасына, басқа жағына сонымен қамтамасыз етті. Сондай бір ерекшеліктері бар. Содан кейін бұны қолдану тәсілі де өте ыңғайлы. Бұл өзі ұнтақ болғаннан кейін жаңа құрғақ жемге береді, қосып береді. Мына жерде әрбір малға арналған өзінің дозасы бар. Өзінің дозасы бар. Мысалы, ірі қара болады 2 бағытта. Бордақылайтын ірі қара, содан кейін сүт бағытындағы ірі қара. Бізге мысалы сүт бағытындағы керек болса, ол кезде оған сүттің көптілігі керек, майлылығы керек дегендей, оған басқа бір дозада беріледі. Ал енді бордақылайтын келген кезде ол жерде тағы басқа доза. Себебі бұл жерде бордақылауға бізге ет керек. Жаңағы тығыздығы керек, сондай. Енді біздің өнімдердің барлығы айтып кететін болатын болсақ, бұл экологиялық таза өнімдер. Себебі енді білмеймін сіздер жақта қалай. Ал енді мынау басқа өңірлерде, оңтүстік өңірлерде өте көп гормон қолданып кетті. Ал гормон ол қазір білінбегенмен кейін ол біздің ұрпақты құртатын нәрсе. Сондықтан біз өзіміз осы біздің ғалымдар бұл енді 1 жылдық жұмыс емес, бұл 15-20 жылдың көлеміндегі жұмыс. Соны тексеріп келіп, қазір Құдайға шүкір, Қазақстанның барлық өңірлерінде сатылып жатыр. Банағыдай малдың санына байланысты ондай өнімді шығаратын сізде возможностьтарыңыз бар? Бар. Енді екінші сұрақ, сіз банда әрбір малға өзінің тиесілі нормасын беремін дейсіздер, банағы ірі қара малға. Бізде бұл жерде ірі қара мал ғой, ірі қара малға айналысатын болсақ. Бұл жерде біз ірі қара малға мен күнделікті 2 мезгіл бөлген кезде 3 килодан бана жем береміз.
сол кезде 3 килода біз береміз де, енді біз кормовой стол көрген ұзыннан тұр ғой, кормовой стол. Ұзыннан салып тастаймыз, мен оны расы керек білмеймін, мына мал 3 килограмм жеді ме, анау 4 килограмм жеді ме, білмеймін. Әрқайсысы өзінің аппетитіне байланысты жейді ғой малды. Сол себепті бұны бандағы беретін мысалға ірі қара малға бір мезгілде берген кезде 200 грамм болатын болса, одан артық жеп қойған кезде одан ешқандай жоқ, ондан ешқандай, да, оны да зерттелінген, оның бәрі бекерден бекер емес, бұның ешқандай зияны жоқ. Оны біз ескердік, себебі деген, енді әр малдың аузына 200 граммнан бермейсің ғой. Иә, бермейсің. Шамамен мысалы, оның көпте алуға болушы еді. Басында біз деген 500 граммнан деп бергенбіз. Себебі біз оның бәрін ескердік. Егер сол қазіргі мынау дозада жақсы привес беріп жатса, оны артық беріп керегіне. Ал егер малды адамдар сияқты ғой, біреуі жақсы, аппетиті жақсы дегендей, біреуінің аппетиті нашар, оны артық жеп қойған. Примерно мысалы мына жерде 100 бас тұратын болса, 100 басқа жаңағы мына жердегі доза бойынша есептейсіздер де, соны жемге араластырып бересіздер. Жеммен ол жейді, біреуі артық жеп қалады, біреуі кем жеп қалады. Одан ешқандай зиян жоқ, ешқандай қорқатын еш нәрсе жоқ бұның. Осындай бір препаратымыз бар. Енді келесі препаратты таныстырып өтейін. Оны полилактовид деген сөз. Поли деген сөздің аудармасы көп деген сөз, много деген сөз, да, енді полилактовид. Ол не үшін? Біз мысалы мынау төлдерге арналған. Ауыл шаруашылық төлдеріне, құстардың балапандарына арналған. Бұл мынау өзіңіз базада тұрмыз, да, бұл жерде идеально таза деп айтуға болмайды. Сондықтан кейде мал төлдеген кезде уже бастапқы 1-2 аптада төлдің иммунитеті өте төмен болады, бір қалыпты емес. Сондықтан мынау сол өзінің тұрған ортасына байланысты аралас инфекциялар болады, ішек инфекциялар деген. Содан төлдің өтіп біз тышқақтап, бір 3-4 күннен кейін шығын болады. Оның жаңағы біз министерствода алған данныйлар бойынша 40%-ке дейін жоғалтады екен. 40%-ге дейін, иә. Даже бізге Семей жақты, Семей өңірінен келген адамдар бар, 50% жоғалтқан төлді. Себеп неден болды? Себеп сол смешанный кишечный инфекция дейді. Аралас ішектік инфекция. Ол неліктен, мысалы, антибиотикті қолдануға болады. Антибиотик бір определенный бір инфекцияға әсер етеді, жұмыс жасайды. Басқасына екінші зиян пайдалыларды өлтіріп тастайды. Басқасына оның әсері болмайды, қайта іші өте береді. Бұл сонда ішекті, бұл да микроорганизмдерден тұрады, бірнеше микроорганизм. Бұл бергенде тоже дозасы бар, әр малдың, төлдің. Бұзаудыкі, мысалы, 50 мл, қойдыкі 15 мл. 50 мл ол күндік па? Бір басқа. Бір басқа, бір күнде? Жоқ, егер ауырған жағдайда 3 рет береді. 3 мезгіл береді? Иә, бұл... Сүтпен бере ме, немен береді оны? Жоқ, мен қазір айтайын сізге. Бұл, мысалы, профилактика ретінде де болады. Профилактика ретінде ол тіпті жақсы. Біз үйреніп кеткенбіз, ауырғанда жұмсаймыз. Ал профилактика ретінде болатын болса, мал төлдей салғанда, жаңағы төлге бірінші уыздандырмай тұрып, 15-20 минут бұрын бұзау болса, бұзаудың аузына 50 мл құяды. Мынаны араластырып, комнатный температурада, міндетті түрде комнатный температурада болу керек. Себебі мынау енді салқын жерде сақталу керек. Ал салқын холодильниктен алып мысалы беретін болса, ол кері әсерін беруі мүмкін. Сондықтан бұл комнатный температурада болу керек. Соны 50 мл құяды. Соны келесі күні тоже таңертең бірінші тамақтандырғанда тағы 50 минут, үшінші күн тағы қайталады, болды. Ал тамақтан қойса былай айтқанда біздерде, мысалы аналық мал бар дедік қой, бұл жерде родилка бар, то есть мал төлдегеннен кейін өзінің тұратын орны бар. Иә. 3 метр, 3 метр. Ол жерде ол төл қасында қалады, денесінің қасында. Енді ол таңертең ол жерге жеткенше ол тұрып ем қойса не болады тамақтанғаннан кейін? Ештеңе етпейді. Одан да кейін де бере берсе, профилактика ретінде. 50 грамм 3 күн бересіз, болды. Иә, болды. Артық беріп керек емес. Артық беріп қажеті жоқ. Сол кезде мынау малдың иммунитетін мынау ынталандырады да арттырады. Одан кейін өсіп өнуіне де өте жақсы әсер етеді. Себебі иммунитет нығайғаннан кейін оның өсіп жетілуі өте жақсы болады. Ал ауырған жағдайда сол дозаны күніне 3 рет қайталайды. Ауырған жағдайда енді совсем кейбір кезде бізде болды.
адамдар звондап біз тоқтамай тұршы деп, сонда антибиотикпен бірге беруге болады. Антибиотикпен берген кезде бұның ешқандай әсері жоқ. Ешқандай несі жоқ. Себебі мынаның шамасы жетпеген, мысалы бір антибиотик оның не қылады да, екеуі комплексі. Енді сөзіңіз аузыңызда. Мысалға мал төлдеп жатыр. Бір күнде 5 бізо төлдеді. Мынау енді бір 500 грамм ба, 400 грамм ба бір нәрсе ғой көлемі. Иә, мынау жарты литр. Иә, жарты литр 500 грамм. Бұл мысалы былай есептегенде 10 басқа есептеген ғой енді, да? Иә. 50 грамм есептеген жағдайда. Енді бұны ашқаннан кейін қанша уақыт қолдануға болады оны? Вот сол неге біз мынандай упаковкада жасадық? Кішкентай шағын. Себебі ашқаннан кейін мына ауада неше түрлі басқа микроорганизмдер бар. Сол мынаны қоректік зат ішінде ғой. Солар селекция етті, аналарды подавлять етіп тастайды. Сондықтан біз кіші ғана осындай 10 басқаға арналған ғана неғып жатырмыз. Бұны қолданғаннан кейін бір 3-4 күннің көлемінде, бірақ қолданасыз ғой. Қайтадан апарып салқын жерге қойып қоясыз. Аузын сразу резко жабу керек. Салқын жерге апарып қоясыз. Бір 3-4 күн қолдану керек та, содан кейін барып. Сондықтан біз кішкентай көлемде. Шама келгенше 72 сағаттың ішінде жою керек болып тұр ашқаннан кейін. Иә. Дұрыс айтасыз. Себебі ары қарай басқа микроорганизмдер не да, жою вакцина болған жерде. Именно сол базада ашудың қажет. Базада мына малдың жанында өзі специально дайындайтын жер бар ғой, мысалы, комнаталар бар, офистарыңыз бар, сол жерде дайындап алып келіп, сумен беріп жатады бізде, сүтпен беріп жатады. Болады, ештеңе етпейді. Самое главное, дозасын ұстау керек. Бұны көрейік. Бұл енді біздер бана айтып отырмыз, төл алып отырмыз, бірақ төл бізде жаман емес. Ең көп төлмен айналысқанымызға 10 жылдың шамасында болды. 10 жылдың ішінде бір 2 жыл жақсы жылдар болды. Ол кезде 92%-пен шығып отырдық төл алып. Өте жақсы. Соңғы жылдар 87-85-ге түсіп кеттік. Ол енді банаға әртүрлі жағдайларға байланысты, табиғи жағдайға байланысты, ауа райының қолайсыздығына байланысты, барлығы соған байланысты. 85-87%-ның өзі де ол бізге жақсы көрсеткіш. Бірақ енді қанекет ар жағындағы мысалы хотя бы 10%-ны мысалы 95%-ге жеткізсеңіз ол конечно. Сондықтан осындай біздің ауыл шаруашылығына арналған осындай препараттарымыз бар. Біз енді тек қана ауыл шаруашылығы емес, егін шаруашылығына арналған препараттарымыз бар. Сондықтан ол сізге осыны таныстырып өтейін дегенім ғой. Бұны көруге болады.